Бүгін бізде тәттілерге деген көзқарасыңызды өзгертетін ерекше видео. Қалай ойлайсыз? Тәттілер әрқашан зиянды ма? Дәмді ғана емес, денсаулыққа да пайдалы тәттілер бар десемші. Қызықты ма? Бұл видеода жүрегіңізді нығайтып, көңіл күйіңізді жақсартатын және сау болуға көмектесетін ең пайдалы тәттілерді қарастырамыз. Біз сізге жүрек пен мидың қан тамырларына пайдалы тәттілер туралы айтып береміз. Лайк басыңыз, ал бастайық. Халва араб дәмі. Ұзақ уақыт бұрын Иранда ойлап тапты. Ол әлемдегі көптеген адамдарға ұнайды. Бұл жаңғақ, дәнек, күнжіт немесе басқа қоспалармен араласқан, тартылған карамель. Бұл оның алуан түрлігіне және дәмінің бай палитрасына әкеледі. Бұл видеода сіз халваның пайдалы екендігін білесіз және оның сіздің диетаңызға қосуға болатынын білесіз. Халваның пайдалы қасиеттері. Классикалық күнбағыс гаоланы өте калориялы, 100 грамм өнімге 516 калға ие. Алайда олардың саны шектеулі болса, бұл санға әсер етпейді. Осындай жоғары мөлшердегі калориялардың құрамында 11,6 грамм белок, 29,7 грамм май және 54 грамм көмірсу бар. Халваның ең бай қоректік құнарлығы. Денені пайдалы заттармен қанықтыруға мүмкіндік береді. Өсімдік майы, полиқанықпаған май қышқылдары, ақуыз, тамақ талшықтары. Шығыс дәмдеуіштеріне көптеген дәрумендер Е, ПП, В2, В1, Д, сондай-ақ темір, мыс, калий, фосфор, магний, кальций және натрий сияқты минералдар бар. Осындай таңғажайып пайдалы ем ретінде аналогты табу қиын. Дегенмен, галва адам ағзасында зиянды дегенді алмастыратын және қан тамырларының және жүректің денсаулығын нығайтатын пайдалы өсімдік холестеринінің көзі. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда күтеміз. Пайдалы болды деген үміттеміз. Сау болыңыздар.